Құрметті көрермен, әңгімені бастамас бұрын арнамызға тіркеліп, видеоны лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыз. Сіздің әрбір лайкыңыз, пікіріңіз және бөлісуіміз бізге осындай әсерлі, тәрбиелік мәні бар әңгімелерді жиі ұсынуға үлкен қолдау болады. Ендеше уақытты созбай, жүрекке жететін тағдырлы оқиғаны бірге тамашалайық. Таң жаңаған атып келе жатқан. Ауылдың шетіндегі шағын үйдің іші бұрынғыдай емес, тым-тырс еді. Кеше ғана күлкіге толы болған шаңырақ бүгін қара жамылған. Қайрат үйдің төріндегі ақ жайма жабылған жансыз денеден көзін ала алмай отырды. Ол өмірлік жары Айман еді. Бар болғаны 42 жасында, ауыр дерттен көзі жұмды. 5 бала анасының жанында үнсіз жылап отыр. Үлкен қызы Аружан 15-ке енді толған. Оның жанындағы ұлдары Нұрдәулет, Мирас, Айсұлтан. Ал ең кішкентай қызы Айлин небәрі 3 жаста. Ол әлі ештеңені түсінбейді. Анасының қолын ұстап: «Анашым, тұрыңызшы, мені балабақшаға апарасыз ғой», деп қайта-қайта сыбырлайды. Бұл сөзді естіген әр адамның жүрегі езіліп кетті. Қайрат орнынан тұрып қызының қасына келді. Айлинді құшағына қысып: «Анашым, енді ауырмайды қызым, ол Алланың қасына кетті», деді. Өзі айтқан сөзге өзі де сенгісі келмеді. Жерлеу рәсімі аяқталған соң, ауыл адамдары Қайраттың үйіне көңіл айтып келіп жатты. «Қайрат, жасың әлі жас. 5 баламен жалғыз қалу қиын. Бірер жылдан кейін үйленерсің. Балаларға ана керек», деді ақсақалдардың бірі. Қайрат үнсіз ғана басын изеді. Бірақ іштей бұл балаларға ешкім туған анасындай бола алмайды деп ойлады. Кешке қарай үй іші босап қалды. Балалар шашап ұйықтап кеткен. Қайрат Айманның суретін қолын алды. Көзінен еріксіз жас ақты. «Айман, уайымдама. Балаларымызды ешкімге жәутеңдетпеймін. Қандай қиындық болса да өзім өсіремін. Бұл саған берген сертім», деді күбірлеп. Сол түні Қайрат кірпік ілмеді. Терезеден сыртқа қарап отырып, өмірінің енді мүлде басқа арнаға бұрылғанын сезді. Бірақ ол әлі алда өзін қандай ауыр сынақтар күтіп тұрғанын білмейтін. Аймансыз өткен алғашқы таң Қайратқа тым ауыратты. Бұрын бұл уақытта ас үйден шайдың иісі шығып, Айман балаларды жылы сөзбен оятатын. Ал бүгін үйдің іші меңіреу тыныштыққа батқан. Қайрат сағатқа қарады. Балаларды мектеппен балабақшаға дайындау керек. Ол ас үйге кіріп, бұрын сонды өзі істеп көрмеген істі қолға алды. Шай қойып жұмыртқа қуырамын дегенде күйдіріп алды. Қамыр илеймін деп онда еденге шашып жіберді. Бірақ мойымады. «Үйренемін, балаларым аш қалмайды», деді өзіне өзі. Көп ұзамай үлкен қызы Аружан оянып ас үйге кірді. «Әке, бәрін өзіңіз істемеңіз, мен көмектесемін», деді көзіне жас алып. Қайрат қызының басынан сипады. «Жоқ қызым, сенің міндетің оқу. Сен ананың орнын басуға емес, арманыңа жетуге тиіссің». Аружан үнсіз басын изеді. Күндер апталарға, апталар айларға ұласты. Қайрат таңғы 5-те тұрып жұмысқа кететін. Кешке келген соң балалардың сабағын қарап, кешкі асын әзірлеп, үйдің тірлігін өзі атқаратын. Кейде түн ортасында шаршап отырып қалатын. Бірақ балалардың жүзіндегі күлкіні көргенде бойына қайта күш біткендей болатын. Ауыл адамдары тағы да: «Қайрат, үйлен, саған да, балаларға да жеңіл болады», дейтін. Бірақ оның жауабы өзгермейтін. «Менің бар бақытым балаларым, оларды ешкімге жылатпаймын». Бір күні жұмыстан келгенде кішкентай Айлин есікке жүгіріп шықты. «Әке, бүгін балабақшада бәрінің анасы келді. Мен ғана сізді күттім». Қайраттың жүрегі шым ете қалды. Ол қызын құшағына алып: «Қызым, анаң сені әрқашан көріп жүр. Ал мен саған әрі әке, әрі ана боламын», деді. Айлин әкесінің мойнынан құшақтап: «Мен сізді жақсы көремін, әке», деп сыбырлады. Қайрат көз жасын білдірмеу үшін жүзін басқа жаққа бұрды. Сол сәтте ол өзіне тағы бір серт берді. Қандай қиындық келсе де, балаларының ешқайсысы жетімдік сезінбеуі керек. Бірақ өмір оған Айманның өмірден өткеніне 5 жыл өтті. Уақыт тоқтамады. Кеше ғана аналарына жабысып жүретін 5 бала біртіндеп есейіп келе жатты. Аружан мектептің мақтанышына айналды. Нұрдәулет әкесінің оң қолы болды. Мирас пен Айсұлтан сабақтан кейін үйдің шаруасына көмектесетін. Ал кішкентай Айлин 1-ші сыныпқа барып, әкесінің ең үлкен жұбаншына айналды. Ал Қайраттың өзі 50-ге де толмаған еді. Бірақ оның маңдайын әжім торлап, самайына ақ түсе бастаған. Ауыр еңбек, ұйқысыз түндер мен балалар үшін алаңдаушылық оны өз жасынан әлдеқайда үлкен етіп көрсететін. Таңғы 5-те тұрып жұмысқа кетеді. Кешке үйге шаршап оралса да, балалардың сабағын қарап, кешкі асын дайындап, кір жуып, үйдің бар тірлігін өзі атқаратын. Бірде-бір рет шаршадым деп балалардың көзінше шағымданған емес. Бір күні Айлин әкесінің жарылып кеткен қолдарын көріп қалды. «Әке, қолыңыз ауырып тұрған жоқ па?» деп сұрады. Қайрат қызына күлімсіреп қарады. «Жоқ қызым, еңбек еткен адамның қолы осындай болады».
Айлин әкесінің қолын екі алақанына алып ақырын сүйіп қойды. Онда енді ауырмасын. Осы бір ауыз сөз Қайраттың барлық шаршауын ұмыттырды. Жылдар өте берді. Аружан мектепті үздік бітіріп, университеттің грантын жеңіп алды. Нұрдәулет инженер мамандығын таңдады. Мирас дәрігер болуды армандады. Айсұлтан спорттан аудандық, кейін облыстық жарыстарда жеңіске жете бастады. Айлин болса, мен мұғалім боламын. Сіз менімен міндетті түрде мақтанасыз әке деп жиі айтатын. Қайрат әр баласының жетістігін көрген сайын жүрегі елжірейтін. Аналарын тірі болғанда сендермен қандай мақтанар еді деп іштей күрсінетін. Бір күні ауылдың ақсақалы оны тоқтатып: Қайрат, сен нағыз әкесің. 5 баланы ешкімге жәутеңдетпей өсірдің. Ертең осы еңбегіңнің зейнетін көресің. Балаларың сені алақанына салып бағатын болады деді. Қайрат күлімсіреп: маған одан артық бақыт керек емес. Балаларым аман болса, менің еңбегімнің ақталғаны деп жауап берді. Ол бұл сөзді шын көңілмен айтты. Бірақ өмірдің алда оған қандай сынақ дайындап қойғанын әлі білмейтін. Арада тағы бірнеше жыл өтті. Алдымен Аружан ұзатылды. Көп ұзамай Нұрдәулет үйленді. Артынша Мирас пен Айсұлтан да өз алдына шаңырақ көтерді. Айлин де жоғары оқу орнына түсіп, қалаға аттанды. Кеше ғана балалардың күлкісіне толы болған үйдің іші бір сәтте тым-тырыс қалып еді. Қайрат төрде үнсіз отырып, бос қалған бөлмелерге ұзақ қарады. Шіркін, уақыт деген неткен жүйрік еді деп сыбырлады. Сол түні ол телефонға қайта-қайта көз салды. Бәлкім балаларының бірі хабарласар. Бірақ телефон үнсіз жатты. Қайрат мұны қалыпты жағдай деп өзін жұбатты. Алайда бұл үнсіздік оның өміріндегі ең ауыр жалғыздықтың бастамасы екенін ол әлі сезбеген еді. Жылдар зымырап өте шықты. Қайраттың жасы 55-тен асқан еді. Самайын ақшалып, маңдайындағы әжімдер көбейген. Оны қартайтқан жас емес, өмірдің ауыр жүгі болатын. Балаларының бәрі біртіндеп ер жетті. Үлкен қызы Аружан тұрмысқа шығып, өз шаңырағын көтерді. Нұрдәулеттен Мирас қалада еңбек етіп жүр. Айсұлтан да оқуын аяқтап, жұмысқа орналасқан. Ал кенжесі Айлин мектепті жаңа ғана тәмамдап, жоғары оқу орнына түсуге дайындал жүрген еді. Қайрат әр кеш сайын Айманның суретіне қарап: Айман, балаларымызды аман жеткіздім. Міне, кенжемізде мектеп бітірді. Енді оның да арманы орындалса екен деп сыбырлайтын. Үйдің іші бұрынғылай емес еді. Кеше ғана 5 баланың күлкісі жаңғырып тұратын шаңырақта енді үнсіздік орнаған. Тек Айлин ғана әкесінің жанында болатын. Ол күнде әкесіне шай құйып беріп: әке, мен оқуға түссем де сізді жалғыз тастамаймын, демалыс сайын келіп тұрамын дейтін. Қайрат қызының сөзін естіп күлімсірейтін: қызым, мен үшін алаңдама, сен тек арманыңа жет, мен сендердің бақыттарың үшін өмір сүрдім. Айлин әкесін құшақтап: сіз менің ең үлкен мақтанышымсыз әке деді. Қайрат үнсіз ғана қызының маңдайынан сүйді. Көп ұзамай Айлиннің университетке түскен туралы қуанышты хабар келді. Үйдің іші тағы бір мәрте қуанышқа бөленді. Балалары түгел жиналып, кенжелерім құттықтады. Бірақ қуаныш ұзаққа созылмады. Айлин де қалаға оқуға аттанатын күн келді. Қызын автобусқа шығарып салып тұрған Қайрат: жақсы оқы қызым, анаң екеуміздің арманымыз сендердің бақыттарың деді. Айлин көз жасын тыя алмай: мен сізді ешқашан жалғыз қалдырмаймын әке, уәде беремін деп құшақтады. Автобус қозғарып кеткенде Қайрат соңынан ұзақ қарап тұрды. Сол сәтте ол үлкен үйде мүлде жалғыз қалатынын алғаш рет анық сезінді. Ал бұл жалғыздық алдағы ауыр күндердің бастамасы ғана еді. Айлин оқуға аттанған күннен кейін Қайраттың үйі мүлде өзгеріп кетті. Бұрын таңертең әке, шай дайын деген қыздың дауысы естілетін. Кешке жұмыстан келсе, бүгін қалай шаршадыңыз деп алдынан жүгіріп шығатын. Енді сол үйдің ішінде үнсіздік қана қалды. Қайрат әр таң сайын 2 кесе шығарып, кейін біреуін орнына қайта қоятын. Бұл әдетінен өзі де арыла алмады. Айлин университетке түскеніне 1 ай болды. Күн сайын кешке әкесіне телефон шалатын. Әке, тамақ іштіңіз бе? Дәрілеріңізді уақытында қабылдап жүрсіз бе? Иә қызым, уайымдама, сабағымды жақсы оқы. Демалыста міндетті түрде келемін. Қайрат телефонды қойған соң, қызының даусын тағы бір естігісі келіп, ұзақ ойланып отыратын. Ал үлкен балаларының қоңырауы сирей бастады. Бір күні Қайрат үлкен ұлы Нұрдәулетке өзі хабарласты. Балам, қалдарың қалай? Жақсы әке, жұмыс көп болып кетті. Немерелер қалай? Жақсы, кейін сөйлесейін, жиналысқа кірейін деп тұрмын. Жарайды балам. Қоңырау 2-ақ минутқа созылды. Қайрат телефонға біраз қарап отырды. Ол ешкімге ренжіген жоқ, бірақ жүрегінде бір бос кеңістік пайда болғандай болды. Күздің бір кешінде Қайраттың қан қысымы көтеріліп, басы қатты айналды. Ол ешкімге хабарлаған жоқ. Балаларымның мазасын алмай-ақ қояйын. Өздері де жұмыстан қол тимей жүр деп ойлады. Сол түні жалғыз өзі дәрісін ішіп үнсіз жатып қалды.
Ертеңіне көршісі Күләш апай кіріп бергенде Қайраттың өңінен қашқанын байқап қалды. Қайратжан, дәрігерге қаралдың ба? Жай ғана шаршаған шығармын. Жоқ, бұлай болмайды, балаларына айту керек. Қажеті жоқ. Бәрінің өз отбасы, өз тіршілігі бар. Мені уайымдатқым келмейді. Күләш апай ауыр күрсінді. Өміріңді солар үшін өткіздің ғой. Қайрат үнсіз қалды. Ол балаларын ақтағысы келді. Бірақ жүрегінің түкпірінде бір мұңның көбейіп бара жатқанын өзі де сезетін. Сол кеште үлкен ұлдары өзара телефон арқылы сөйлесіп, әкелерінің жалғыз тұрып жатқанын талқылай бастады. Бұл әңгіме көп ұзамай Қайраттың тағдырын түбегейлі өзгертетін шешімге ұласатынын ешкім де сезген жоқ. Айлин қаладағы университетке оқуға кеткен соң, Қайраттың жалғыз қалғанын балалары күн сайын ойлай бастады. Бір күні үлкен ұлы Нұрдәулет барлық бауырларына хабарласты. Әкемізді жалғыз қалдыруға болмайды. Жасы келді. Қан қысымы да мазалайды. Мен әкемді өз үйіме алып кетемін деді. Бұл сөзді естіген Қайрат бірден келісе қоймады. Балам, мен өз үйімде ақтыра беремін. Сендердің де бала-шағаларың бар. Мазаларыңды алмайын. Нұрдәулет әкесінің қолынан ұстап: Әке, бізді қанша жыл жалғыз өзіңіз жеткіздіңіз. Енді сізге біз қарайтын кез келді. Бұл менің перзенттік борышым. Қайраттың көзіне жас үйірілді. Жарайды балам, егер көңіліңнен шықса. Нұрдәулеттің шаңырағында Қайратты ерекше құрметпен қарсы. Немерелері атасын құшақтап: Ата, енді бізбен бірге тұрасыз ба деп мәз болды. Келіні де күлімдеп: Әке, төрге шығыңыз, бұл үйдің үлкені, енді өзіңізсіз деп шайын құйып берді. Қайрат іштей: Шүкір, балаларымның бақытына куә болып жүр екенмін деп қуанды. Ол немерелерін мектепке апарып кешке қарсы алып жүрді. Ауладағы гүлдерді суарып, үйдің майда-шүйде шаруасына көмектесетін. Бәрі тату, бәрі бақытты сияқты көрінетін. Бір күні кешке Нұрдәулет жұмыстан кеш оралды. Қайрат немерелеріне ертегі айтып отырған. Әке, сіз келгеннен бері балалар да қуанып жүр, деді Нұрдәулет күлімсіреп. Немеренің күлкісін естігенге не жетсін балам. Олар ұзақ әңгімелесіп отырды. Ал ас үйде келіні үнсіз ғана ыдыс жуып тұрды. Жүзіндегі күлкі баяғыда емес еді. Оның көңілінде бір мазасыздық пайда болғанын ешкім байқамады. Бұл үнсіздік алдағы күндердің алғашқы белгісі болатын. Алғашқы 2-3 ай өте жақсы өтті. Қайрат үйдің үлкені ретінде төрде отыратын. Немерелері атасының қасына шықпайтын. Кешкісін бәрі бірге шай ішіп, әңгіме дүкен құратын. Нұрдәулет жұмыстан келген сайын: Әке, бүгін өзіңізді қалай сезіндіңіз деп халін сұрайтын. Қайрат баласының мейіріміне риза болып: Шүкір балам, бақыттымын. Сендердің орталарында отырғаның өзі бір ғанибет дейтін. Бірақ уақыт өте келе, үйдің берекесіне көзге көрінбейтін сызат түсе бастады. Бір күні келіні жұмыстан шаршап келді. Ас үйге кірсе, Қайрат немерелеріне тамақ беріп отыр екен. Әке, сізге рахметті келіні, бірақ даусында бұрынғы жылылық сезілмеді. Сол күннен кейін оның қабағы жиі түйіле бастады. Бірде ас үйде Нұрдәулетке: Үйдің шығыны көбейіп кетті деді. Әкеміз не сұрап жатыр? Өз нанын өзі жеп отырған жоқ қой? Мен олай деген жоқпын. Онда не деген керт тұр? Келіні үндемей қалды. Күн өткен сайын реніш көбейді. Әке, Кередидардың даусын азайтып отырсаңызшы. Әке, мына дәрілеріңізді үстелдің үстіне қалдырмаңызшы. Әке, балаларға тым көп тәтті алып бермеңіз. Бұрын жай ғана ескерту сияқты көрінген сөздер бірте-бірте салқыныңға айналды. Қайрат ештеңе демейтін. Кешір қызым, енді қайталамаймын деп қоятын. Бір кеште Нұрдәулет жұмыстан келгенде әйелі ашулы отыр екен. Мен осылай өмір сүре алмаймын. Не болды тағы? Үйде өзімді еркін сезінбеймін. Әкеңіздің әрісіне қарап жүремін. Ол кісі не істеді? Ештеңе істеген жоқ, бірақ бәрібір қиын. Нұрдәулет қабағын түйді. Ол менің әкем, бізді жалғыз өзі өсірген адам. Мен түсінемін, бірақ бұл үйде менің де тыныштығым болуы керек. Осы сөзден кейін екеуінің арасында алғаш рет үлкен реніш туды. Бұл әңгіменің бәрін Қайрат естіп қалды. Ол бөлмесінің есігін ақырын жауып, үнсіз отырып қалды. Көзінен бір тамшы жас домалап түсті. Я Алла, мен балаларыма ауыртпалық болып қалған екенмін, деп сыбырлады. Сол түні ол кірпік іле алмады. Ал таңертең Нұрдәулет әкесінің жүдеп кеткен жүзін көріп, жүрегі шым ете қалды. Ол бір шешім қабылдауға мәжбүр болатынын сезді. Нұрдәулет соңғы күндері үйінде тыныштықтың жоғалғанын байқап жүрді. Бір жағында өмірін арнаған әкесі, бір жағында отбасы. Екеуінің ортасында қалған ол не істерін білмеді. Бір кеште әйелі тағы да сөз бастады. Нұрдәулет, мен жаман адам емеспін. Әкеңізге жамандық ойламаймын, бірақ осылай өмір сүре алмаймын. Не жетпейді саған? Әкем саған ауыр сөз айтып жүр ме? Жоқ, онда өз үйімде өзімді еркін сезінбеймін. Бар тіршілігім өзгеріп кетті. Үйде үнемі біреуге қарап жүремін. Нұрдәулет үнсіз қалды. Ол әйелінің де ойын түсінді, бірақ әкесінің көңілін қалай қимақ. Ертеңінде жұмыста жүріп бауырларына хабарласты.
Кешке бәрі жиналды. Нұрдәулет әңгімені созбай бастады. Мен сендерден бір өтініш сұрайын деп едім. Айта бер аға, деді Мирас. Әкемді біраз уақыт біреуім үйлеріңе алып тұрсандар қалай болады? Бөлмені үнсіздік басты. Алғаш болып Мирас сөйледі. Аға, өзің білесің, менің пәтерім 2 бөлмелі ғана, балаларым да кішкентай. Айсұлтан да басын шайқады. Мен таңнан кешке дейін жұмыстамын, әйелім де жұмыс істейді. Әкеге қарайтын адам болмайды. Аружан төмен қарап отырды. Менің енем төсек тартып жатыр, оған өзім қараймын. Әкемізге дұрыс күтім жасай алмаймын. Айлин ғана бірден сөз алды. Егер мүмкіндік болса, мен әкемді дәл қазір алып кетер едім. Бәрі оған қарады. Бірақ мен жатақханада тұрамын. Бір бөлмеде 4 қызбыз. Әкемді апаруға жағдайым жоқ. Осы сөзді айтқанда Айлиннің көзіне жас келді. Кешіріңіздер, қолымнан келмей тұр. Нұрдәулет басын төмен түсірді. Ол ешкімді кінәлай алмады. Әрқайсының өз шындығы бар еді. Сәл үнсіздіктен кейін Мирас ауыр күрсінді. Жарайды, әкемізді мен алып кетейін. Қолымнан келгенше қараймын. Нұрдәулет орнынан тұрып інісін құшақтады. Рахмет інім. Ал бөлменің сыртында тұрған Қайрат олардың әңгімесінің біразын естіп қалған еді. Ол үнсіз ғана аулаға шықты. Кешкі аспанға ұзақ қарап тұрды. Баланның үйінде тыныштық бұзылды. Енді екінші балама салмақ боламын, деп күбірледі. Жүрегі қанзыласа да, жүзінде еш реніш жоқ еді. Өйткені ол әлі де балаларының еш қайсысын кінәламайтын. Арада бірнеше күн өткен соң, Мирас әкекесін өз үйіне алып келді. Әке, ол да өз үйіңіз. Ештеңені уайымдамаңыз, деді. Ол әкесінің сөмкесін көтеріп. Қайрат күлімсіреп, Алла разы болсын балам, бастарың аман болсын, деді. Мирастың әйелі де әдеппен қарсы алды. Әке, төрге шығыңыз, өз үйіміздей көріңіз, деп шай әзірледі. Қайрат тағы да көңілі жайланып қалды. Балаларым аман болса, менің де көңілім тоқ деп ойлады. Алғашқы күндері бәрі жақсы болды. Қайрат таңертең ерте тұрып, аула сыпырып, немерелерін балабақшаға апарып келетін. Кешке дейін үйдің ұсақ-түйек шаруасын өзі атқаруға тырысатын. Мен сендерге масыл болмайын деп жиі айтатын. Бірақ уақыт өте келе бұл үйде де өзгеріс байқала бастады. Бір күні келіні ас үйде күйеуіне: "Сенің ағаңның үйінде тұрған кезде бәрі жақсы еді ғой. Неге енді бізге келді?" деді. Мирас қабағын түйіп: "Өйткені ол менің әкем. Мен қарсы емеспін, бірақ балалар өсіп келеді. Үй тар. Оның үстіне әкеңіздің күтімі де керек. Ол кісі ешкімге қиындық туғызып жүрген жоқ. Бүгін жоқ шығар, бірақ ертеңше." Мирас жауап бере алмады. Күндер өте келе келінің қабағы бұрынғыдан да суи түсті. Қайрат әр сөзінен кейін: "Кешір қызым, жарайды қызым" деп қана қоятын. Өйткені ол бұл үйде де тыныштықтың бұзылғанын сезді. Бір күні түнде су ішуге шыққанда, ұлы мен келінінің әңгімесін естіп қалды. "Осылай қанша уақыт тұрады?" деді келіні. "Ондай сөз айтпа. Мен жамандық айтып тұрған жоқпын, бірақ біз де өз өмірімізді сүргіміз келеді." Қайраттың қолындағы су толы стақан дірілдеп кетті. Ол еш дыбыс шығармай бөлмесіне қайта кірді. Сол түні көз ілмеді. Айманның суретін қолына алып ұзақ отырды. "Айман, мен балаларымызға ауыр жүк болып бара жатқан сияқтымын", деді, сыбырлап. Таң ата ол бір шешімге келді. Ешбір баласының отбасына сызат түсіргісі келмеді. Ешбір келінінің көзіндегі амалсыздықты қайта көргісі келмеді. Сол себепті ол жүрегін тербететін ең ауыр шешімді қабылдады. Таңғы ас үстінде үйдің іші тым-тырыс болды. Мирас жұмысына асығып отыр. Келіні де үнсіз шай құйып берді. Қайрат болса ештеңе болмағандай немерелеріне күлімсіреп қарап отырды. Бірақ оның жүрегі түні бойы қабылдаған шешімнің салмағын көтеріп тұрған еді. Тамақтан кейін ол жай ғана: "Балам, бүгін бәрінің қолдарын бос па? Нұрдәулетті, Айсұлтанды, Аружанды шақыршы. Айлинге де хабарлас. Сендерге айтар бір өтінішім бар", деді. Мирас бірден келісті. Түске қарай 5 баласта жиналды. Айлин де университеттен сұрам жетті. Қайрат төрде үнсіз отырды. Балалары оның жүзінен бір түрлі мұңды байқады. "Әке, бір жеріңіз ауырып тұр ма?" деп сұрады Аружан. "Жоқ қызым, жүрегім ғана сәл шаршаған." Бәрі үнсіз қалды. Қайрат асықпай сөзін бастады. "Балаларым, мен сендердің еш қайсыларыңа ренжімеймін. Сендер мені жақсы көресіңдер, мен оны білемін. Бірақ мен бір нәрсені де көріп жүрмін." Нұрдәулет төмен қарады. Мирас та ештеңе айта алмады. "Мен қай үйге барсам да сендердің арларыңа түсіп кетемін. Бір үйдің тыныштығы кетеді. Келіндеріңе де кінә артпаймын. Әр әйел өз шаңырағының берекесін ойлайды." Айлин көзіне жас алды. "Әке, ондай сөз айтпаңызшы." Қайрат қызының қолын ұстап: "Жоқ қызым, ақиқатты айту керек. Мен сендерді бір-біріңмен ренжістіргім келмейді." Ол сәл үнсіз отырып: "Сондықтан мен қарттар үйіне өз еркіммен барамын", деді. Бөлме іші сілтідей тынды. "Жоқ", деп Айлин орнынан атықтырды. "Әке, болмайды." Нұрдәулеттің көзіне жас келді. "Әке,
мен кінәлімін. Мирас та әкесінің аяғына отыра кетті. Кешіріңізші. Қайрат екеуін көтеріп алды. Жоқ балам, сендер жаман перзент емессіңдер. Менің бір ғана тілегім бар. Бір-біріне өкпе сақтамаңдар. Мен үшін араларын ашылмасын. Аружан еңкілдеп жылап жіберді. Айсұлтан көз жасын жасыра алмады. Айлин болса, әке, мен оқуымды бітіргенше күтіңізші, жұмысқа тұрамын, сосын сізді өзім алып кетемін, сізге уәде беремін. Қайрат қызының басынан сипады. Мен саған сенемін қызым, бірақ әзірге менің шешімім осы. Бір аптадан кейін балалар жүректері қан жылап, әкелерін қарттар үйіне апарды. Көлік қозғалғанда Қайрат туған үйіне соңғы рет ұзақ қарап тұрды. Сол үйде оның жастығы өтті. Сол үйде Айман мен бақытты күндерін өткізді. Сол үйде 5 баласын өсірді. Ал енді сол үйден үнсіз қоштасып бара жатты. Айлин әкесінің қолын жібермей, «Әке, мен сізді алып кетемін, уәдемде тұрамын». Қайрат күлімсіреп, «Мен күтемін қызым». Көлік қарттар үйіне қарай баяу қозғалды. Ал Қайрат терезеден алыстап бара жатқан балаларына қарап, көз жасын ешкімге көрсетпей сүртіп отырды. Қарттар үйіне келген алғашқы күні Қайраттың жүрегі ерекше сыздады. Қызметкерлер жылы қарф алып бөлмесін көрсетті. «Ата, мұнда өзіңіз сияқты қариялар көп. Еш уайымдамаңыз», деді мейірбике. Қайрат күлімсіреген болды. «Рахмет қызым. Бірақ жүректегі бос орынды ешкім толтыра алмады». Алғашқы айларда балалары жиі келіп тұрды. Әр демалыс сайын Нұрдәулет немерелерін ертіп келетін. «Әке, өзіңізді қалай сезініп жүрсіз?» «Жақсымын балам, сендер аман болыңдар». Мирас жеміс жидек әкелетін. Аружан жылы көрпе мен киім алып келетін. Айсұлтан, «Әке, бірдеңе керек пе?» деп қайта-қайта сұрайтын. Ал Айлин әр келген сайын әкесінің қолын жібермей ұзақ отыратын. «Әке, мен сізге берген уәдемді ұмытқан жоқпын». «Білемін қызым, сабағыңды жақсы оқы». Уақыт өте берді, жұмыс көбейді. Немерелер мектепке барды. Тіршілік әркімді өз арнасымен алып кетті. Алғашында аптасына бір келетін балалар, кейін айына бір-ақ рет келетін болды. Кейін 2 айда бір рет, соңында тек телефон шалумен шектелді. Бір күні Қайрат таңертеңнен кешке дейін терезе алдында отырды. «Бүгін келеміз әке», деген Нұрдәулеттің сөзін күтіп. Кеш батып кетті, ешкім келмеді. Телефон ғана шыр етті. «Әке, кешіріңіз, балам ауырып қалды, келе алмадық». «Ештеңе етпейді балам, Алла шипасын берсін». Телефонды қойған соң Қайрат ұзақ уақыт үнсіз отырды. Бірақ бір адам ғана өзгермеді, ол Айлин еді. Студент болса да, шәкіртақысын жинап ай сайын әкесіне келетін. Кейде жол ақысына ақша жетпесе, бірнеше аялдаманы жаяу жүріп өтетін, әкесіне білдірмейтін. «Әке, қараңызшы, бүгін өз қолыммен бауырсақ пісіріп әкелдім». «Әке, мынау сіз жақсы көретін құрт». «Әке, емтиханымды 5-ке тапсырдым». Қайрат қызының әр келген күнін асыға күтетін. Бір күні қарттар үйіндегі бір қария: «Ата, сіздің қызыңыз өз қызыңыз ба?» «Иә, Алла сондай қызды әр әкеге нәсіп етсін. Ай сайын бір күн қалдырмай келеді екен». Қайраттың көзіне жас келді. Ол маған кішкентайынан сондай мейірімді еді. Сол күні кешке Айлин кетерде әкесінің қолын ұстап, «Әке, тағы аз ғана шыдаңыз. Оқуымды бітірген соң сізді міндетті түрде алып кетемін. Бұл жолы жай ғана уәде емес, мен оны орындаймын». Қайрат қызының маңдайынан сүйді. «Мен саған сенемін қызым». Ол кезде Қайраттың басқа балалары бұл уәденің бір күні орындалатынын, ал өздерінің сол үшін өмір бойы өкініп қалатынын әлі білмейтін еді. Жылдар өте берді. Айлин университеттегі оқуын үздіп аяқтады. Диплом алған күні бәрі оны құттықтап жатқанда, оның ойында бір ғана адам болды. «Әкем бүгін қасында болса ғой». Салтанатты шара аяқталысымен, ол қолындағы дипломын алып, бірден қарттар үйіне тартты. Есіктен кіре бергенде, Қайрат қызының қолындағы қызыл дипломды көріп, орнынан тұрды. «Қызым, орындадың ба арманыңды?» Айлин күлімсіреп, дипломын әкесінің қолына ұстатты. «Бұл менің емес, сіздің еңбегіңіздің жемісі әке. Егер сіз бізді жеткізбегенде, мен бұл күнді көрмес едім». Қайрат қызының маңдайынан сүйіп, «Анаң екеуміздің арманымыз орындалды қызым», деді. Айлин ауыл мектебіне мұғалім болып жұмысқа орналасты. Жұмысын бар ынтасымен атқарды. Балаларды өз бауырындай көріп оқытты. Аз уақыттың ішінде әріптестерінің құрметіне бөленді. Білімін жетілдіріп, түрлі байқауларға қатысып, жеңімпаз атанды. Бірнеше жылдан кейін оқу ісінің меңгерушісі болды. Кейін директордың орынбасары қызметіне көтерілді. Тапқан табысының бір бөлігін үнемі жинап жүрді. Ешкім оның не үшін ақша жинап жүргенін білмейтін. Бір күні банк қызметкері: «Құттықтаймыз, несиеңіз мақұлданды», деді. Айлиннің көзіне жас келді. Бұл көз жасы қуаныштың жасы еді. Ол көптен күткен арманына бір қадам жақындаған болатын. Арада бір ай өткенде Айлин шағын болса да, жарық, кең пәтердің кілтін қолына алды.
Үйге ең бірінші ешкімді емес, Қайратты алып келуді ойлады. Сол күні жұмыстан шығаға сала қарттар үйіне келді. Қолында гүл, жаңа үйдің кілті. Қайрат қызының жүзінен ерекше қуанышты байқады. Не болды қызым? Айлин әкесінің қолын ұстап, әке, есіңізде ме? Мен сізге бір уәде берген едім. Қайрат үнсіз басын изеді. Енді сіз қарттар үйінде тұрмайсыз. Мен өз үйімді алдым. Сізді үйіңізге алып кетуге келдім. Қайрат қызына ұзақ қараттырды. Ерні дірілдеп кетті. Рас па қызым? Иә әке, енді сізді ешкімге қалдырмаймын. Қалған өміріңізде менің қасында боласыз. Қайрат көз жасын тыя алмады. Қарттар үйінің қызметкерлері де толқып кетті. Ата, сіздің қызыңыз қандай бақытты жан екен? Қайрат жай ғана. Жоқ, бақытты менмін. Осындай қыздың әкесі болғаным үшін, деді. Сол күні әке мен қыз қол ұстасып қарттар үйінен шықты. Ал алыстан бұл хабарды естіген Нұрдәулет, Мирас, Айсұлтан және Арыжанның жүректерін өкініш керней бастады. Олар әкелерін жоғалтпаған еді, бірақ әкелік мейірімнің қадірін тым кеш түсіне бастаған болатын. Айлин әкесін жаңа үйіне алып келген күн Қайраттың өміріндегі ең бақытты күндердің бірі болды. Пәтер үлкен болмаса да, іші жарық, тап-таза, әрі өте жайлы еді. Айлин ең жақсы бөлмені әкесіне арнап дайындаған болатын. Терезе алдына жайлы кресло қойып, қабырғаға Айманның әдемі суретін іліп қойған. Бөлмеге кірген Қайрат суретке ұзақ қарап тұрды. Айман, қызың уәдесінде тұрды, деді көзіне жас алып. Айлин әкесінің иығына қолын қойды. Әке, енді сіз ешқайда кетпейсіз. Бұл үйдің төрі сіздікі. Қайрат қызына мейірлене қарап. Алла саған разы болсын қызым. Маған бұдан артық бақыттың керегі жоқ, деді. Күндер өте бастады. Таңертең Айлин жұмысына кетеді. Қайрат оны есік алдына дейін шығарып салып, қызым, жолың болсын, балаларға жақсы білім бер, деп батасын беретін. Кешке Айлин жұмыстан келгенде, Қайрат қолына кітап алып терезе алдында оқып отыратын. Әке, қандай кітап оқып жатырсыз? Деп сұрайтын Айлин. Абайдың қара сөздерін қайта оқып отырмын. Адам қартайған сайын, әр сөзінің мәнін тереңірек түсінеді екен қызым. Айлин күлімсіреп, әкесінің жанына отырып, бірге шай ішетін. Сол шағын ғана үйде үлкен тыныштық пен мейірім бар еді. Бір күні бұл хабарды естіген Нұрдәулет, Мирас, Айсұлтан және Аружан әкелеріне баруға келісті. Жол бойы еш қайсысы сөйлеген жоқ. Әр қайсысының көкірегін өкініш кернеген. Есікті Айлин ашты. Келіңдер. Үйге кіргенде Қайрат креслода кітап оқып отыр екен. Балаларын көргенде кітаптың бетін ақырын жауып, орнынан тұрды. Келдіңдер ме, қарақтарым? Осы бір ауыз жылы сөз Нұрдәулеттің жүрегін одан сайын ауыртты. Ол әкесінің алдына келіп тізерлей отырды. Әке, мені кешіріңізші. Мирас та көз жасын тыя алмады. Әке, біз сізді ренжіттік, бізге кешірім беріңіз. Аружан әкесінің қолын құшақтап жылады. Әке, біз сіздің қадіріңізді кеш түсініппіз. Айсұлтан да үнсіз көз жасын сүртіп тұрды. Бір кезде Нұрдәулеттің жары алға шықты. Әке, мен сізден кешірім сұрауға келдім. Сізге көрсеткен салқын қабағым үшін өмір бойы өкінемін, кешіріңізші. Одан кейін Мирастың жарыда. Мен де үлкен қателік жасадым. Сізді өз әкемдей сыйлай алмадым, кешіріңіз, деді. Үй ішін үнсіздік басты. Қайрат балаларына ұзақ қарап тұрды. Сосын бәрін құшағына жинап. Балаларым, мен сендерге өкпе сақтаған жоқпын. Ата-ананың жүрегі баласына ренжіп ұзақ тұра алмайды. Менің жалғыз тілегім бар. Енді бір-бірінен алыстамаңдар. Тату болыңдар. Бір-бірлеріңе сүйеу болыңдар. Сонда ғана менің еңбегім ақталғаны. Сол күні көп жылдан бері алғаш рет бүкіл отбасы бір дастархан басында отырып, шын көңілмен әңгімелесті. Ал Айлин әкесіне қарап отырып жүрегінен, әке, сіз енді ешқашан жалғыз қалмайсыз, деп іштей уәде берді. Айлин әкелін әкесінің қасын алғаннан кейін өмірі біртіндеп өзгере бастады. Мектептегі еңбегі еленіп, әріптестерінің құрметіне бөленді. Балалар оны ерекше жақсы көретін. Қайрат қызының жетістігін көрген сайын, анаң екеуміздің ең үлкен арманымыз сендердің елге пайдалы азамат болғандарың еді. Сол арманымыз орындалып жатыр, қызым, деп ризашылығын білдіретін. Бір күні мектепке жаңа мұғалім келді. Есімі Данияр. Сабырлы, тәрбиелі, қарапайым жігіт болатын. Үлкенге құрмет көрсетіп, кішіге қамқорлық танытатын мінезі Айлиннің көңілінен шықты. Уақыт өте келе екеуі бір-бірін жақынырақ таныды. Бір күні әңгімелесіп отырғанда Данияр: мен әке-шешемнен ерте айырылдым. Сол себепті ата-ананың қадірін жақсы түсінемін. Үлкеннің батасын алуды бәрінен жоғары қоямын, деді. Айлин үндемей қалды. Әкесінің басынан өткен қиындықтар көз алдына келді. Көп ұзамай Данияр Қайратпен танысуға келді. Үйге кірген бойда иіліп сәлем берді. Ассалаумағалейкум, әке. Қайрат таңқақ қалды.
Уағалейкумассалам қарағым, төрлет. Кеш бойы олар ұзақ әңгімелесті. Қайрат өз өмірінен сыр шертті. Данияр үнсіз тыңдап отырды. Әңгіме аяқталған соң, «Әке, сізде адамды көргеніме қуаныштымын. Егер рұқсат етсеңіз, мен сізді өз әкемдей сыйлағым келеді», деді. Қайраттың көзіне жас келді. Ол жігіттің шынайылығын жүрегімен сезді. Бірнеше айдан кейін Данияр Айлиннің қолын сұрады. Қайрат қызына қарап, «Қызым, бұл жігіттің тәрбиесі де, ниеті де жақсы екен. Бақытыңды бағалайтын азамат сияқты. Егер өзің келіссең, мен ақ батамды беремін», деді. Айлин қуана келісімін берді. Көп ұзамай екеуі шағын, бірақ берекелі той жасап, шаңырақ көтерді. Тойдан кейін Данияр Қайраттың қолынан ұстап, «Әке, сіз бөлек тұрмайсыз. Біз қайда болсақ, сіз де сонда боласыз. Бұл менің сізге берген уәдем», деді. Қайрат үнсіз ғана күйеу баласын құшақтады. Жылдар өте, Айлин мен Данияр тынымсыз еңбек етті. Айлин мектепте басшылық қызметке көтерілді. Данияр да өз ісінің білікті маманы атанып, қызмет өсті. Екеуі тапқан табыстарын үнемдеп, көптен күткен армандарына қол жеткізді. Бір күні Данияр қалтасынан жаңа үйдің кілтін шығарып, Айлиннің алақанына салды. «Бізге жаңа үй бұйырды, бірақ бұл үй екеуміз үшін ғана емес, әкеміз үшін де». Айлиннің көзіне жас келді. Жаңа үй кең, жарық, ауласы гүлге толы еді. Үйдің ең жарық әрі жайлы бөлмесін Қайратқа арнады. Данияр кітап сөресін жасатып, Қайрат жақсы көретін кітаптарды реттеп қойды. «Әке, бұл бөлме енді өзіңіздікі. Осы үйдің төрінде әрдайым сіз отырасыз», деді. Қайрат бөлмені ұзақ қарап шықты. Сосын 2 жасқа қарап, «Мен өмірімде талай қиындық көрдім. Бірақ бүгін өзімді дүниедегі ең бақытты әке сезініп тұрмын. Алла екеуіңе разы болсын», деді. Осы сәтте Айлин мен Данияр бір-біріне қарап жымиды. Олардың шаңырағына көп ұзамай тағы бір үлкен қуаныш келетін еді. Жаңа үйге көшкендеріне бірнеше ай болған. Қайраттың өмірі мүлде өзгерді. Таңертең аулаға шығып гүлдерді суарады. Кейін терезе жанындағы сүйікті орындығына отырып кітап оқиды. Кешке Айлин мен Данияр жұмыстан келгенде, үшеуі бірге шай ішіп, өткен-кеткенді әңгімелесетін. Қайраттың жүзіне қайтадан күлкі үйірілген еді. Бір күні Нұрдәулет әкесінің үйіне келді. Ол біраз уақыт үнсіз отырып қалды. Сосын әкесіне қарап, «Әке, егер рұқсат етсеңіз, енді өз үйіме ауып кеткім келеді. Сізге қарайтын кезегім енді келген сияқты. Өткен қателігімді түзегім келеді», деді. Қайрат үндемеді. Осы кезде Данияр орнынан тұрып, Нұрдәулеттің қасына келді. «Аға, сөзіңізді дұрыс түсініңізші. Мен сізді тоқтатайын деп тұрған жоқпын, бірақ бір өтінішім бар». Үй іші тына қалды. «Мен әкемнің алақанын ұстап өспедім. Әкемнің ақылын тыңдап, батасын алып жүрген күндер маған бұйырмады. Алла маған кеш болса да әке сыйлады. Сондықтан Қайрат әкені өз қолыммен бағып, разылығын алуға рұқсат етіңізші. Бұл мен үшін парыз ғана емес, орындалмаған арманым». Нұрдәулеттің көзіне жас келді. Данияр сөзін жалғастырды. «Сіздер кез келген уақытта келіп, әкеңізбен бірге бола аласыздар. Бұл үйдің есігі сіздерге әрдайым ашық. Бірақ әке осы үйде қалса екен, мен оны туған әкемдей көрем». Үй ішін үнсіздік басты. Қайрат орнынан тұрып, Даниярды құшағына қысты. «Балам, сен маған күйеу бала емес, туған ұлдай болып кеттің». Нұрдәулет келіп, Даниярдың қолын қысты. «Рахмет інім. Әкемді бізден артық қадірлегенім үшін саған ешқандай өкпем жоқ. Керісінше, ризамын. Әкемнің дәл осындай мейірімнің ортасында болғанын қалаймын». Көп ұзамай Айлин мен Даниярдың шаңырағына тағы бір қуаныш келді. «Құттықтаймын, сіздер ата-ана боласыздар», дегенде екеуінің қуанышында шек болмады. Бұл хабарды естіген Қайрат сәждеге барып ұзақ дұға етті. «Я Алла, маған осы күнді көрсеткеніңе мыңда бір шүкір». Бірнеше айдан кейін дүниеге шекесі торсықтай ұл келді. Қайрат сәбиді алғаш қолына алған сәтте көзіне жас алды. Бақыт деген осы екен ғой. Күндердің күнінде бүкіл отбасы тағы да бір дастархан басына жиналды. Нұрдәулет, Мирас, Айсұлтан, Аружан, Айлин, Данияр бәрі бірге отырды. Келіндер де Қайраттың қолын алды. «Әке, бізді кешіріңіз» деп тағы да кешірім сұрады. Қайрат бәріне мейіріммен қарап, «Мен сендердің бәрінді кешірдім. Бір ғана аманатым бар. Бір-біріңнен айырылмаңдар. Татулықтан айырылсаңдар, бәрінен айырылғандарың». Балалары көз жасын тыя алмады. Сол түні Қайрат төсегіне жатып, терезеден жұлдыздарға ұзақ қарады. Қабырғадағы Айманның суретіне көз тастап, жымиып қойды. «Айман, балаларымыз аман, бәрі татуласты. Қызымыз бақытын тапты. Енді менің ешқандай арманым қалған жоқ». Таң ата Қайрат мәңгілік сапарға үнсіз аттанды. Жүзінде мұң емес, бақыттың күлкісі бар еді. Өйткені ол өмірінің соңында ең үлкен байлықтың мал-мүлік емес,
балалардың бірлігі, кешірімі және мейірімі екенін көріп кетті.